الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Бүгінгі тақырыбымыз өте өзекті тақырыптардың бірі болмақ. Жалпы ислам дініне қарайтын болсаңыз, ислам дінінің мәніне, маңызына үңілетін болсақ, ислам діні жеке бастың пайдасы үшін ғана емес, қоғамның пайдасы үшін жұмыс істейтіндігін көреміз. Ислам шариғатында Аллах субханаху ва тағала қайсы бір нәрсені міндеттеген болса, қайсы бір нәрсені парыз еткен болса, яки болмаса уәжіп еткен болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сүннеттерінде көрсеткен болса, ол нәрседе ең бірінші сол адамзаттың пайдасы көрінетіндігін көреміз, байқаймыз. Ал Алла тағала қайсы бір нәрседен тыйған болса, ол нәрседе адамзаттың зияны бар екенін көруге болады. Мысалы, ислам шариғаты бұйырған кез келген құлшылықты алып қараңыз. Тіпті әдет ғұрыптың өзі, мәселен, ата-анаға жақсылық жасау дейміз ба, яки болмаса ер мен әйелдің ортасында қарым-қатынастар дейміз ба, яки болмаса ораза, зекет, қажылық, намаз дейміз ба, барлығынан ең бірінші пайда көретін осы адамның, пенденің өзі екенін байқаймыз. Жалпы ислам дінінде мысалы мемлекеттік мейрамдар болуы мүмкін, бірақ діни мейрам деп біз білеміз, екі мейрамды айтамыз. Діни мейрам деп екі мейрамды айтамыз. Бізде ұлттық мейрам бар, Наурыз секілді, мемлекеттік мейрам бар, тәуелсіздік күні, мемлекеттік күні секілді мейрамдар білесіздер. Ал діни мейрам деп екі мейрамды айтамыз. Сол екі мейрамның егер біз астарына үңілетін болсақ, түбіне қарайтын болсақ, ол екі мейрамда осы мұсылмандар тек қана өзі қуанып қоймастан айналасымен бірге қуануды үйрететіндігін көреміз. Мысалы, қазір біздің есігіміздің алдында тұрған біз ораза айты деп атап кеткен мейрамды айтайықшы, бірінші мейрам. Ол ораза айтын діни терминде Айдул Фитр дейді. Қазақша аударған кезде пітір айты дейді. Яғни пітір садақасын шығаратын айт. Мұсылман адам өзі қуанып, өзі қуанышқа кенеліп қана қоймастан, айналасындағы бауырларын, көрші қоландарын, дос жарандарын ұмыттырмайтын, солардың көңілінде ойлаттыратын сондай бір ұлы дінді ұстанатындығын түсінуі керек. Ал құрбан айт демекші, айттың атының өзі айтып тұрғанындай құрбандық шалуға, оның мал мүлкін, оның етінен жоқ-жоқаларға таратуға үгіттейтін ұлы мейрам. Тура сол секілді бүгінгі қозғайын деп тұрған тақырыбымыз исламның 5 тірегінің бірі, 5 парыздың бірі зекет мәселесін қозғағалы отырмыз. Зекет дегеніміз тілдік тұрғыдан қарайтын болсаңыз, тазару, өсу, өну, арту және береке кіру деген мағыналарды білдіреді. Ал егер ислам шариғатындағы анықтамасын қарайтын болсаңыз, белгілі бір мөлшерде ақшасы жеткен адам, ол ақшасы бір жыл бойы айналатын болса, немесе белгілі бір мөлшерде дүниесі жеткен адам, дәулеті жеткен адам, ол бір жыл бойы айналатын болса, сол мөлшерінен Аллах субханаху ва тағала Құр'ан-и кәрімде көрсеткен белгілі бір адамдарға беруі болып табылады. Аллах субханаху ва тағала Құр'ан-и кәрімді парақтап отырсаңыз, әрқашан зекетті намазбен бірге тілге алып отырғанын көреміз. Зекетті намазбен бірге қатар қойып отырғанын көреміз. Мысалы, Аллах субханаху ва тағала Құр'ан-и кәрімде айтады: «Ва ақимус салах, ва атуз заках, ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллах, инналлаха бима та'малуна басир» дейді. Яғни, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыңдар, және зекетті толық беріңдер. Дүниеде өздерің үшін
Алланың разылығына бөлену мақсатында қандай да бір жақсылық жасап, ақыретке жолдасаңдар, Алланың құзырына барғанда міндетті түрде алдарыңнан шығады. Шүбәсіз, Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін көруде дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам зекеттің парыздығы жайлы былай деген екен: Буньял исламу аля хамсин. Ислам 5 нәрсенің үстінде құралды. Ислам діннің негізгі парызы, негізгі тірегі осы 5 парыз болып табылады. Шахадати алла илаха иллаллах. Оның біріншісі Алладан басқа Құдай жоқ деп куәлік беру. Ва анна Мухаммадар Расулаллах. Және Мұхаммед Аллах субханаху ва та'аланың елшісі деп куәлік беру. Екіншісі ва иқамис сала. 5 уақыт намаз оқу. Үшіншісі ва итаиз зака. Зекет беру. Төртіншісі ва сауми шахри рамадан. Рамазан айында ораза ұстау болса. Бесіншісі ва хаджил бейти ман истатаа илейхи сабила. Ал кімде-кімнің шамасы жетсе қажылыққа бару өмірінде береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы 5 парызды ислам дінінің негізгі тірек екендігін, ислам діні сол 5 парыздың үстіне құралатындығы жайлы баяндап тұрған көреміз. Ал Абай атамыз болса, осы хадисті өзінің бір қатардан тұратын өлең жолына керемет кіргізген екен. Руза, намаз, зекет, қаж талассыз із. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Қараңызшы. Руза, яғни ораза, намаз, зекет, қаж талассыз із. Оның парыз екендігі, оның момын мұсылмандардың мойнында міндетті екендігіне ешқандай талас жоқ. Ол талассыз із. Ол Аллах субханаху ва та'ала Құр'ани кәрімде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде бекітіп, оны момын мұсылмандарға парыз еткеніз. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Бірін емес, барлығын орындауға талпын, барлығын орындауға тырыс деп Абай атамыз айтып кеткен екен. Ағайындарым, бауырларым, зекет бұл адамның малын тазартумен қатар адамның мінез құлқын да тазартады. Адамға осы дүниеде және ақыретте өте үлкен пайдалар алып келеді. Зекеттің мәніне, мағынасына үңілетін болсақ, біздер бүгінгі тақырыбымызда, бүгінгі жұмамызда содан шығарып 5 нәрсе жайлы тоқталғымыз келіп отыр. Ең біріншісі, зекет бұл Алла тағалаға шүкіршілік етуді үйретеді. Дініміз негізі 2 нәрседен тұрады ағайындар. Біреуі шүкіршілік болса, екіншісі сабыр ету. Бізге Аллах субханаху ва та'ала берген мал дәулеттен шүкіршілігіміз біздің зекет беруіміз арқылы орындалады. Біздің жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымыздың барлығы Аллах субханаху ва та'аланың бізге берген нығметтеріне біздердің көрсететін шүкіршілігіміз болып табылады. Алла тағала Құр'ани кәрімде وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Егер Алла тағаланың сіздерге берген нығметтерін санасаңыздар, санап санына жете алмайсыздар дейді. Әрбір адамға Аллах субханаху ва та'ала шексіз нығметтер берген ағайындар. Ал байларға Аллах субханаху ва та'ала сол дәулетті қылу арқылы, бай қылу арқылы өте үлкен нығмет берген. Оның шүкіршілігі сол байлығынан, дәулетінен зекет беру арқылы орындалар екен. Егер Аллах субханаху ва та'аланың Құр'ани кәрімдегі аяттарына қарайтын болсақ, Алла тағала айтады: «Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид» дейді. Яғни, тағы Раббыларың білдірген бұл сөздерді еске алыңдар. Ант болсын, егер менің нығметтеріме шүкір қылсаңдар, әлбетте
оларды тағы да арттырамын. Енді егер нығметіме күпірлік қылсаңдар, әлбетте азабым өте ауыр, дейді Алла тағала Құран-ы Кәрімде. Ағайындар, егер қолымыз қандайда бір дәулетке жеткен болса, қандайда бір байлыққа жеткен болса, біз тек қана оны өзіміздің еңбегіміз арқылы ғана тауып жатырмыз деп ойлап қалмайық. Себебі біз секілді еңбектеніп, біз секілді әрекет жасап, біз секілді қызмет қылып жүрген қаншадан қанша адамдар бар. Аллах субханаху ва тағала кімге қаласа байлығын береді, кімге қаласа байлығынан тартылып қояды. Сондықтан да Аллах субханаху ва тағала мал дәулеттен сарып ихсан жасаңдар деген кезде وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ деген, яғни оларға Алланың сендерге берген малынан беріңдер деген. Қараңызшы, оларға Алланың сендерге берген малынан беріңдер деген, ағайындарым. Міне осы мағынаны Ыбырай Алтынсарин атамыз да керемет түсіндіріп береді. Ол кісі айтады: егер дүниедегі малды Құдай бергенін түсінбей, жалғыз өз малым деп бар зекет хайырдан тоқталған адамдар, яғни өзі қолынан келіп тұрғанда бөтенге хайыр етуді білмеген адам, өзгеден һәм хайыр үміт етпесе керек, дейді. Қараңызшы, Ыбырай Алтынсарин атамыз біздерге қолымызға тиген мал мүліктің Аллах субханаху ва тағала берген мал мүлік екендігіне жіті назарымызды аударып жатқандығын көреміз. Ал біз сол мал дәулетімізден зекет беретін болсақ, ең әуелі Раббымыз, мейірімділердің мейірімдісі, рахымдылардың рахымдысы Алла тағалаға шүкіршілік еткен боламыз, ағайындар. Екіншісі, зекет берген адам менмендіктен, сараңдықтан, жүректің әр түрлі дерттерінен таза болады. Ағайындар, адам баласында болуы мүмкін болған ең ауыр дерт бұл сараңдық дерт, ағайындар. Ең ауыр дерт бұл сараңдық дерті. Сараң адам тіпті өзінің бала шағасынан да аяуы мүмкін, тіпті өзінің сүйікті жарынан да аяуы мүмкін. Ол десеңіз дүниеге келуіне себепші болған, өсірген, оқытқан, тоқытқан ата анасынан да мал дәулетін аяуы мүмкін. Сондықтан да бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның құзырына Бәни Сәләмә деген рудың адамдары келеді. Сонда пайғамбарымыз сұрайды: араларыңда рудың көсемі кім деп сұрайды. Сонда ол кісілер айтады: біздің көсеміміз Жиддибн Қайс деген жігіт дейді, бірақ кішкене сараңдау дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзін қараңыз: сараңдықтан да асқан ауру бар ма дейді. Сараңдықтан да асқан науқастық бар ма дейді адамда. Жоқ, ол көсем болуға жарамайды дейді. Сендердің көсемдерің сендердің көсемдерің Амр ибн Жамух деп тұрып, көсемдерін сол кездерден өзгертіп берген. Қараңызшы, сараңдық деген нәрсе өте қиын дерт екенді. Шәкәрім атамыз айтады: Құдай тағаланың пақырлар үшін 100 қойдан 1 қой зекеті бізге осынша ауыр көрінгені қалай дейді. Қараңызшы, Құдай тағаланың 100 қойың болса, соның 100-ден 1-ін жоқ-жоқаларға бер деген зекеті бізге осыншама ауыр көрінгені қалай? Тегінде байқасаңыз, бізге көрінбей тұрса да, бізді теріс жолға қызықтырып, оң жолдан жеркендіріп тұрған бір нәрсе бар емес пе? Сол шайтан деген жауыңыз. Не қылсаңыз, соған алдатпа дейді. Бізді сараңдыққа итермелеп тұратын, бізді айналамызға жәрдемдесуден, көмек қолын создан тыйып тұратын дүние, бұл біздің шайтан деген, сайтан деген жауымыз екендігі жайлы Шәкәрім атамыз керемет айтып берді емес пе, ағайындар.
Аллах субханаху ва тағала ол сараңдық дерті жайлы бүй дейді. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Кім өзінің сараңдығынан құтылса, міне солар табысқа жеткендер дейді. Қараңызшы. Кім өзінің сараңдығынан құтылса, міне солар табысқа жеткендер дейді. Ал сараңдықтан құтылмаса же, онда ол табысқа жетпегендер екендігін осы аяттан түсінсек болады деп ойлаймын. Ағайындарым, зекет беру арқылы біз нәпсімізді тазартамыз, өзімізді күнәдан тазартамыз, мал дәулетімізді тазартамыз, ағайындар. Алла тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Хуз мин амвалихим садақатан тутаххирухум ва тузаккихим биха» дейді. Яғни, олардың дүние мүлкінен малдары көбейіп, берекет табу үшін зекет садақа ал, сол арқылы тазартып, күнәларынан арылт дейді Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға. Қараңызшы, Қаблиса жырау бабамыз да керемет қылып осы нәрселерді жырмен жеткізіп берген. Ей мұсылман жарандар, малыңнан зекет беріңіз, бірлігін хақтын біліңіз, хақ жолымен жүріңіз, пәк болады дініңіз дейді. Қараңызшы. Ей мұсылман жарандар, малыңнан зекет беріңіз, бірлігін хақтың біліңіз, хақ жолымен жүріңіз, пәк болады дініңіз дейді. Қараңызшы. Біздің ата-бабамыздың егер жүріп өткен жолына қарайтын болсақ, тұнып тұрған салт дәстүрімізге қарайтын болсақ, осылай діннің ізін айқын байқауға болатындығын көреміз. Үшінші мәселе, зекет беру арқылы адамдардың арасында бір-біріне деген махаббат, сүйіспеншілік орнайды. Сондықтан да дана халқымызда батыр болсаң жауыңа найзаң тисің, батыр болсаң жауыңа найзаң тисін, бай болсаң халқыңа пайдаң тисін дейді. Қараңызшы. Батыр болсаң жауыңа найзаң тисін, бай болсаң халқыңа пайдаң тисін дейді. Басқа бір неде, қайырсыз адам сараң, құм ішінде шөлмен тең, қайыр мол адам суаты шалқар көлмен тең дейді. Қараңызшы. Қандай дүниелерді, қандай үлкен мағыналарды осындай бір-екі ауыз сөзбен жеткізген дана халықтың ұрпақтары едік. Хакім Абай бабамыз Құнанбай қажыны сипаттап тұрып былай дейді: мұсылманға қоймаған орынсыз жанжал шатақты, зекет жиып егін сап, тойдырған ғаріп жатақты дейді. Қараңызшы. Біз дүние саламыз. Бізден алдыңғы, бізден жақсылар да, бізден игілер де дүние салған. Бірақ артымыздан қалатын осындай жақсы амалымыз емес пе? Құнанбай секілді 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін артымыздан осындай ізгі сөздер қалының өзі біздердің ізгі жолмен нақты жүріп кеткендігіміздің дәлелі болмайды ма, ағайындарым? Немесе Шәкәрім Құдайберді ұлының ұлы Ахат атамыз Құнанбай бабамыз жайлы бұлай деген екен: бұрын зекет беруді білмейтін байларға малынан зекет беруді орындатып, оларды нағыз нашар, кемтар, жетім жесірлерге бергізген дейді. Қараңызшы. Бұрын зекет беруді білмейтін байларға малынан зекет беруді орындатып, оларды нағыз нашар, кемтар, жетім жесірлерге бергізген дейді. Құнанбай атамыздың ізгілігін айтып жатқан кезде, халыққа жасаған жақсылығын айтып жатқан кезде, өзінің мал дәулетінен зекетін берумен қатар, өзгелерді де зекет беруге үндеп, соларды жоқ-жоқаларға жәрдем беруге ат салысқандығы жайлы айтылып жатады. Қараңызшы.
Ал зекет пен садақаның қоғамға, елге тигізетін пайдасы өте орасан ағайындар. Сондықтан да ақсақалдарымыз, ілгері өткен зиялы қауымдарымыз бұл жайлы көп сыр шерткен, бұл жайлы көп толғаған. Ыбырай Алтынсарин бабамыз бұлай айтайды: біреудің еңбегі дүниеде пайда болып табылып бай болады, біреудегі пайда бола алмай жарлы болады дейді. Жарлыны, жоқ-жұқаны еңбек етпеген адам деп жатқан жоқ. Қараңызшы, біздің дініміздің ерекшелігі осы жерде де. Кейбір адамдар қолынан қазір шығып жатыр, кейбір адамдар қолында дүниесі жоқ болса, оны жерге ұрып, оны еңбек етпеген адам секілді айтып жатады кейбір адамдар. Жоқ, олай емес. Еңбек етсе де, талпынса да қолына дүние бітпеуі мүмкін екендігі жайлы Ыбырай атамыз айтып жатыр да. Біреудің еңбегі дүниеде пайда болып табылып бай болады дейді. Ал біреудегі пайда бола алмай жарлы болады дейді. Соның үшін де пақыр, міскіндерге байлардан Құдай тағала зекет, хайыр садақалар бұйырды. Бірақ осындай рахымды болуды Құдай тағала сүйемін, һәм ақыретте бұл қайырларының орнына жұмақ бұйырып, мәңгі рахатта қалдырамын деп уағда етті дейді. Қараңызшы, зекетін берген, садақасын берген адамға Ыбырай атамыз Алла тағала тарапынан екі үлкен жақсылық бар екендігін айтып жатыр. Біріншісі, Алла тағаланың сүйікті пендесі болу болса, екіншісі мәңгі тұрақ, мәңгі рахат болған жәннатқа кіретіндігі жайлы Алла тағаланың уәдесі бар деп жатыр. Түсінсек. Сөйтеді де, егер дүниедегі малды Құдай бергеніне түсінбей, жалғыз өз малым деп бар зекет хайырдан тоқталған адамдар, яғни өз қолынан келіп тұрғанда бөтенге хайыр етуді білмеген адам өзгеден хайыр һәм үміт етпесе керек дейді ағайындар. Төртінші мәселе, бұл зекет беру арқылы мал дүниеге береке кіретіндігі. Егер біз Алла жолында, Аллах субханаху ва тағала бұйырған мөлшерде зекет беретін болсақ, жоқ-жұқаларға қарайласатын болсақ, көмек қолын созатын болсақ, ойламайық, ол нәрсемен біздің мал дәулетіміз түгесіліп, таусылып қалады екен деп ойламайық. Бізге мал дәулетті берген Алла тағала оны арттыруға да, оған береке беруге де, оны жалғасты етіп беруге де күш құдіреті жететіндігін түсінуіміз керек ағайындар. Алла тағала Бақара сүресінің 161 аятында айтады: "Мәсәлул лазина юнфиқуна фи сабилиллахи камасали хаббатин анбатат саб'a санабила фи кулли сумбулатин ми'ату хабба, валлаху юдаифу лиман яша, валлаху васи'ун алим" дейді. Яғни Алла жолында мал сарып қылғандардың мысалы 7 бірдей масақ шығарған, әр масағында 100 дәні бар дәнек тәрізді. Әрі Алла кімге қаласа неше есе арттыра береді. Алла тым кең, әр нәрсені білуші дейді. Бұл аяттан түсінетініміз, ең әуелі, егер біз Алла жолында 1000 теңгені мәселен сарып ихсан жасайтын болсақ, ол 700 есе артатындығын. Аллах субханаху тағала өзінің мейірімен одан да молайтып, одан да көбейтіп, ертең қияметте алдымыздан сауап етіп шығаратынын ұғынуымызға болады ағайындар. Алдымыздан сауап болып шығатындығын ұғынуымызға болады ағайындар. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбәрәк хадис шәрифтерінде айтады: "Ма нақасат садақатун мин мал, ва ма зада Аллаху абдан би'афвин илля иззан, ва ма тавада'a ахадун лиллахи илля рафa'аху Аллах" дейді. Имам Муслим риwayat еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Садақа ешбір малды кемітпейді. Алла біреуге кешірім жасаған пендесінің абыройын асырады,
кім Алла үшін кішіпейіл болса, Алла оның дәрежесін көтереді дейді. Қараңызшы. Садақа ешбір малды кемітпейді. Қанша Аллах субханаху ва тағаланың алдында бас иіп, кешірімді болып, кішіпейіл болсақ, Алла тағала біздің дәрежемізді көтеріп қояр екен ағайындар. Ағайындарым, 5-ші мәселе бұл жәннат мәселесі. Мына дүниеде қанша нығметте болсақ та, мына дүниеде қанша бай, дәулетті, қолымызда билік болса да, бір кемшілігі бар. Ол бір күн келіп бітеді. Бір күн келіп тоқтайды. Мына дүниеден баршамыз кетеміз. Ал жәннаттың нығметі ол мәңгі. Ол бітпейді. 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін, миллион, миллиард, триллион, қанша санақ білеміз. Ол бітпейді, түгесілмейді ол ағайындар. Сондықтан да жәннат нығметіне жететін болсақ бір амалымыз себепті. Осы дүниедегі арзымаған нәрсеміз себепті жәннатқа жететін болсақ, қандай үлкен бақыт, қандай үлкен мәртебе емес пе? Алла тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Иннал муттақина фи джаннати ва уюн, ахидина ма атахум раббухум, إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» дейді. Яғни шүбәсіз Аллаға лайықты түрде тағзым ететін тақуа жандар жұмақ бақшаларында, бастау бұлақтардың басында болады. Раббыларының өздеріне берген сый сияпатын қуана-қуана алумен болады. Өйткені олар кезінде игілікті істер істейтін, ізгілікке құштар жандар болатын. Сондай-ақ олар түнде аз ұйықтайтын, Раббыларына көп құлшылық ететін, сәресі уақытында Алладан кешірім тілейтін. Олар қолындағы байлықтарында қайыр садақа тілеген пақыр міскіндер мен садақадан махрум қалған кедей кепшіктердің де ақысы бар екенін ұмытпайды деп тұрып өте керемет жеткізген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Дауд риуаят еткен мына хадисте былай айтады: «Хамсун من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه» дейді. Яғни кім иман келтірген күйде мына 5 нәрсемен келетін болса, ол онда жәннатқа кіреді дейді. Қараңызшы. Олар кім 5 уақыт намазға, ондағы дәретіне, рукуғына, сәжделеріне және уақыттарына берік болса, Рамазан айында ораза ұстаса, шамасы келіп қажылық жасаса, зекет беріп, нәпсін онымен көркем десе деген екен. Ағайындар, бауырларым, егер Алла тағаланың кеңшілігі мен байлыққа қол жеткізген болсақ, онда ол мал-мүлкімізден қолында дәулеті жоқ, күн көрісі қиын бауырларымыздың да ақысы бар екенін ұмытпайық. Алла тағала Рамазанның берекетіне жетуді баршамызға нәсіп етсін. Амин. Раббана ла тузиғ қулубана бa'да из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Ва Раббым Алла, елімізге тыныштық, амандық, ынтымақ, құт береке бер. Мына біз көріп жатқан тыныш замандарды ұрпақтарымыз қиямет күніне дейін көруін нәсіп ет. Рабби яссир ва ла туассир, Рабби таммим бил хайр, би рахметика архамар рахим.